армысыздар? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы отырыңыздар. Өткен сабақта кішкене еске түсіріп кеткенде, өткен сабақта біз тері аурулары және оның алдын алу жолдарын өткен болатынбыз. Енді сіздерге сұрақ, тері аурулары қалай және олар бірінен біріне жұғады? Teri aurulары олар үш топқа бөлінеді. Олар бактериялы және де паразиттер сөйтіп үшке бөлінеді. Тырнақтың астында және де шаштың араларында болатын тері аурулары жетеді. Жақсы отыра ғой. Енді тері ауруларын гигиенасын кім айтады? Гигиенасы аптасына душ қабылданып немесе молшаға бару, тырнақты жиі алып тұру, шашын терін таза ұстау. Жақсы отыра ғой. Енді бүгінгі дәптерлеріңізді ашамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аласыздар. Адам қаңқасының құрылысы және тірек-қимыл жүйесінің рөлі мен қызметі жазыңыздар. Сабағымыздың мақсаты тірек-қимыл жүйесін сипаттау, тірек-қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттай алатын боласыздар. Енді бүгін тірек-қимыл жүйесіне келетін болсақ, адамның қаңқасы, адамның тірек-қимыл жүйесі неден тұрады? Қаңқадан тұрады, оны жауып тұратын бұлшық ұлпасынан тұрады. Оларды не істейді? Бір-бірімен байланысып тұратын шеміршек және буын не істейді оларды? Байланыстырып тұрады. Енді оған серпімділік қасиет беретін бізде сіңіріміз бар. Енді бүгін тірек-қимыл жүйесінің қызметіне қарай оларды не істейміз? Екі топқа бөлеміз. Қаңқа сүйектері және қаңқа бұлшық еттері деп бөлеміз. Адамның атқаратын қызметтеріне қарай адамның қаңқасы қанды түзеді, тірек және қорғаныштық қызмет атқарады. Қимыл қозғалыс қамтамасыз етеді, ішкі мүшелерді сыртқы әсерден болатын нелерден қорғайды, әртүрлі зиянды заттардан қорғайды. Енді адамның қаңқа бөлімдері бас сүйегі, бет бөлігі, ми сауыты үш топқа бөлінеді. Тұлғаға келетін болсақ, омыртқа жотасы және кеуде қуысы деп бөлетін боламыз. Одан кейін қол аяқ сүйектеріне келетін болсақ, қол сүйектеріне иық белдеуі, қолдың екі қозғалатын бөлігі. Одан кейін барып аяққа келетін болсақ, аяқ және жамбас, аяқтың екі қозғалатын сүйектеріне келеміз. Одан кейін бас, тұлға, жамбас сүйектері, аяқ сүйектері және аяқтың баспай сүйектеріне бөлінеді. Сүйектің түрлеріне келетін болсақ, пішініне қарай екі топқа бөлеміз. Қысқа сүйектер және ұзын сүйектер деп екі топқа бөлеміз. Құрылысы бойынша жалпақ сүйектер және түкті сүйектер деп бөлетін боламыз. Жалпақ сүйектеріне бір мысал келтірсек, оның иық белдеуі, түкті сүйектерге олар жаңағы аяқтың тоқпан сүйектерінен келеді. Енді бүгінгі сабақтың түсінгеніміз бойынша қолдарыңызда өзіміздің көрсетеміз, кім сабақты қалай түсінді, көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Енді сіздермен біз не істейміз? Топқа бөлінеміз. 5 топқа бөліндік. Енді сол 5 топқа 5 тапсырма беремін. Сол тапсырманы не істейміз? Сол қызмет ретінде орындаймыз. Қараңдар. Оқушылар мына жерде өздігінен орындайтын жұмыстар бар. Буын деп нені атаймыз?
оның құрылысын атайсыздар, иә? Одан кейін барып омыртқа жотасының құрылысының ерекшелігін дейсіздер, дәптерлеріңізге жазып көрсетеміз. Жеке жұмыстарыңызды аяқтағанша, топтық жұмысты аяқтағанша, қайталап іс-әрекеттер ме? Бұлшылеттің? Іс-әрекеттер, қалай не алады, буын дегеніміз не, буын дегеніміз сіздердің кітаптарыңызда бар, оның құрылысы қандай болады, яғни олар немен байланысады, не арқылы, омыртқа жотасының құрылысына ерекшеліктеріне қандай, олардың жаңағы арасындағы заттар не деп атаймыз, соның бәрі сіздердің кітаптарыңызда бар, иә? Енді оқушылар бір-бірімен жеке жұмыстарын, топтық жұмыстарын аяқтағанша біз не істейміз? Тақтаға бір-екі оқушыны шығарып, не істейміз? Жеке жұмысты орындаймыз. Біздің тақтаға қазір шығады Айдар Толған, Әділет Шыңғыс, Мұхаммед Яр. Тұрсын Мұхаммед Яр шығамыз. Сіздерге тапсырма. Кеуде құрылысының бөлімдерін атап жазасыз. Кеуде құрылысының бөлімдерін жазасыз. Жамбастың құрылысын жазасыз. Сіз аяқ-қол сүйектерінің бөлімдерін жазасыздар. Тез тақтаға орындаймыз. Енді оқушылар жеке тапсырма орындап жатқанда, сіздер топтық жұмыстарыңызды аяқтап өткіземіз. Ағаймен бол. Енді топтық жұмыс аяқталыпты. Өте жақсы. Тоғжан? Жамбас буынындағы сүйектердің қозғалысы, қозғалысының байланысы біріншіден жамбас сүйегі, одан кейін жамбастың байланысуы, одан кейін қозғалмалы байланысу, содан кейін ортан жілік, бесінші буын сіңірі, потом ортан жіліктің ұршық басы, одан кейін буын қабы. Жақсы, отырайық. Сіз? Аяқ-қолдары біріншісі бас сүйектер болады, ал екіншісі иықтар мен қабырғалар болады, үшіншісі қабырғалар, ал төртіншісі бұлшық еттер мен, ал бесіншісі толастың. Буын деп нені айтады? Буын бір сүйек пен екінші сүйекті жалғастыратын аралық. Оның үш түрі бас сүйектері, тұлға сүйектері және қол-аяқ сүйектері бар. Екінші тапсырма, омыртқа жотасының құрылысының ерекшеліктері қандай? Омыртқа жотасы 33-34 омыртқадан тұрады және 5 бөлімге бөлінген. Мойын 7 омыртқа, арқа 12 омыртқа, бел 5 омыртқа, 8 көз, 5 омыртқа, құйымшақ 4-5 омыртқа. Олар аралас сүйектерге жатады. Олар қозғалмалы байланысқан. Жақсы, отыра қойыңыз.